Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Ешова Айман Еренгайұлына, педагог зерттеуші, зияткер мамандандырылған мектеп лицейінің қосымша білім беру педагогы болып жұмыс істеймін. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында барлық балаға сапалы қосымша білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз етуіміз керек. Бұл елдің болашағына салынған инвестиция. Қосымша білімсіз балалардың әлеуетін толық ашу мүмкін емес. Сондықтан әр баланың сабақтан тыс үйірмелер мен секцияларға қатысу мүмкіндігі болуы маңызды деп атап өтті. Яғни, қосымша білім беру баланың тұлғалық дамуына, кәсіби қызығушылықтары мен дағдыларының қалыптасуына, сондай-ақ белсенді әрі жауапты азаматты тәрбиелеуге үлкен ықпал етеді. Еліміздегі оқушылар арасында экология өлкетану бағытын дамыту, экологиялық саналы әрі патриоттық рухтағы жастарды тәрбиелеудің маңызды құрамдас бөлігі. Бұл бағыт туған өлкенің табиғатын танумен қатар, оның тарихи мәдени мұрасын зерттеуді де қамтиды. Бүгін мен сіздерді аса маңызды әрі өзекті тақырып экология мәселесі төңірегіндегі үйірме жұмысының бағдарламасымен таныстырамын. Қоршаған ортаны қорғау бұл тек табиғатты сақтау емес. Бұл болашақ ұрпаққа таза ауа, мөлдір су, құнарлы жер қалдыру аманаты. Сондықтан назарларыңызға 5-8 сынып оқушыларына арналған мұрагер үйірмесінің қосымша білім беру бағдарламасын ұсынамын. Бұл бағдарлама табиғатты сақтау мен оны тиімді пайдалануға бағытталған кешенді іс-шаралардың жиынтығы. Мақсаты қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру, жасыл технологияларды насихаттау, қоршаған ортаға деген жауапкершілікті арттыру. Бағдарлама аясында әртүрлі экологиялық акциялар, қоқысты сұрыптау мен қайта өңдеу жобалары, ғылыми жобалар, экологиялық білім беру сабақтары мен тренингтері қамтылған. Сондай-ақ жергілікті жерлерде экологиялық мониторинг жүргізу сынды бастамалар да осы бағдарламаға қамтылған. Біз әрбір адам табиғатқа жанашыр көзбен қарап, оны қорғауға атсалысу қажет деп білеміз. Бірге әрекет етсек, келешекке көркем табиғат сыйлай аламыз. Табиғатты аялау өз болашағымызды қорғау деп білу қажет. Бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы 5-8 сынып оқушыларына арналған мұрагер үйірмесінің қосымша білім беру бағдарламасы. Бірінші, бағдарламаның атауы неліктен мұрагер? Қазақ халқында мұрагер деген сөз ата-бабаның мұрасын жалғастырушы деген мағынаны білдіреді. Яғни, өскелең ұрпақ, ата-бабамыз бізге мұра қылып қалдырып кеткен еліміз бен жеріміздің амандығын, табиғат байлығын сақтау бүгінде біздің қасиетті міндетіміз болып отыр. Қазақ халқы байтақ даланы мекендеген, табиғатпен етене өмір сүрген және ерекше қастерлей білген. Сонымен қатар тілді, дінді, дәстүрді, өнерді, табиғатты бүтін бір өмірдің салтын аманаттап қалдырған. Сондықтан да бұл мұраға құрметпен қарап оны сақтау әрбір азаматтың парызы. Сол себепті мен бағдарламаның атауын мұрагер деп алдым. Бұл бағдарлама жазарда мемлекет басшысының бастамасымен басталған Таза Қазақстан жалпы республикалық бағдарламаны негізге алдым. Таза Қазақстан жалпы республикалық экологиялық бағдарламасын негізгі мақсаты халықтың назарын қоршаған ортаның ластануы, табиғат пен табиғи әлемді қорғау проблемаларын аудару, тазалықты сақтау және қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру.
Осы Таза Қазақстан экологиялық мәдениет даму тұжырымдамасы 2024 және 2029 жылдарға арналады. Және бұл тұжырымдама өздеріңіз білетіндегідей 7 бөлімнен тұрады. Осы бағдарлама аясында жазылған мұрагер бағдарламасының мақсаты оқушылардың туған өлкесінің табиғаты мен мәдени мұрасын зерделеу арқылы экологиялық мәдениетті, азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері: туған өлкенің табиғатына, тарихына, мәдениетіне деген танымдық қызығушылықты ояту. Экологиялық бақылау мен зерттеулер жүргізудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. Қоршаған ортаны қорғауға деген жауапкершілік сезімін тәрбиелеу. Коммуникативтік, зерттеушілік, жобалық дағдыларды дамыту. Оқушыларды әлеуметтік маңызы бар және табиғатты қорғау іс-әрекеттеріне тарту. Бағдарламаның негізгі идеясы: мектеп оқушыларына туған өлкесінің экологиясына қатысты барлық мәселелерге әсер ету мүмкіндігін беру. Бұл оқушылардың ықпалы ересектермен бірлесе шешім қабылдау арқылы, сондай-ақ айналадағы өмірге әсер ететін әрекеттерді бірлесіп жүзеге асыру мүмкіндігін туғызады. Яғни, мектеп оқушылары да ересектермен бірлесіп экологиялық апаттан сақтау шаралары, іс-шаралар белсенді қатысу қажет деп білдіреді. Бағдарламаның жаңашылдығы: оның өлкетану жұмысы қоғамдық саяси әлеуметтік бағыттардың синтезі болуында. Сонымен қатар бағдарлама құрылымын қалыптастыру барысында біз мемлекеттің белгілі бір даму кезеңінің моделін жасауға негізген модельдеу әдісіне сүйендік. Яғни, мен бастапқыда өздеріңізге айтып өткендей, бағдарламаны Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында негізге алып құрдым. Енді осы бағдарламада біз қандай нәтижелер күтеміз? Оқушылардың туған өлкенің табиғаты мен тарихын білу білімдерін кеңейтеміз. Табиғатты қорғау іс-шараларына қатысу, экологиялық акциялар, зерттеу жобалары, экологиялық жауапты мінез-құлықты қалыптастырамыз. Табиғаттану мен өлкетану пәндеріне қызығушылықты дамытамыз. Үйірмедегі экологиялық өлкетану жұмысының негізгі түрлеріне тоқталып өтсем. Үйірмедегі экологиялық өлкетану жұмысының негізгі түрлері оқушылардың туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін арттырып, табиғатты зерттеу мен қорғауға бағытталады. Бұл бағыттағы үйірме жұмыстары практикалық, зерттеу, танымдық және шығармашылық элементтерді біріктіреді. Мысалға айтатын болсақ, бірінші жаңағы жұмыстың негізгі түріне экскурсиялар мен жорықтар кіреді. Бұл не үшін? Өзің тұратын жердің орман көлін, дала дауын бәрін тексеріп, сол жерлерге барып экскурсия жасау үшін міндетті түрде бізге экскурсиялар мен жорықтар қажет. Экологиялық соқпақтарға, ботаникалық бақтарға, қорықтарға бару, соларды қарап зерделеу. Сонымен қатар сол жердің өсімдіктерінің үлгілерін жинау, фотофиксация жасау мақсатында өз өлкеңді тануға шығу. Яғни, осы экскурсия мен жорықтар арқылы өз өлкемізді танып білеміз. Бақылаулар мен практикалық зерттеулер: ауа, су, топырақтың жағдайын бақылау, жаңа мониторинг жасау, табиғаттың маусымдық өзгерістерін зерттеу. Яғни, жылдың 4 мезгілі, әрине 4 түрлі өзгеріске енеді, соны бақылау. Биологиялық әртүрлілікті зерттеу, мысалы жергілікті жерлердегі жәндіктер, өсімдіктер, құстар, солардың түрлерін анықтау. Сонымен қатар климаттық құбылыстарды күнделік арқылы жазып, бақылау күнделіктерін жүргізу. Қандай климаттық құбылыстар болады, қандай өзгерістерге ұшырайды, соларға күнтізбе жүргізу жұмыстары жүргізіледі. Енді коллекциялар мен көрмелер жасау. Бұл жаңағы гербарийлер, минералдар, топырақтар, солардың коллекциялар жасаймыз. Яғни арнайы шыны немесе басқа қалыптарға гербарийлерді жинап,
топырақтардың үлгісін жинап, соларды қарап зерттейміз. Сонымен қатар көрме жұмыстары үшін қабырға газеттерін, табиғат бұрыштарын жасайды арнайы. Туған өлке табиғатына арналған фотокөрмелер ұйымдастырылады. Жобалық және зерттеу жұмыстары. Жобалық және зерттеу жұмыстарында жаңағы өзіміз тұрып жатқан Балқаш көлінің тарихын зерттеуге болады. Және өзіміз жаңағы ауыз су ішіп отырған тоқырауын, су қоймасын зерттеуге болады. Сонымен қатар біздің жаңағы өзіміз тұрып жатқан жерлерде қызыл кітапқа енген өсімдіктерде зерттеу қызметтері жүргізіледі. Қазіргі кезде өздеріңізге белгілі республикалық, облыстық ғылыми жобалар әртүрлі тақырыпта өткізіліп отырады. Соларға міндетті түрде сол байқауларға қатысу. Және оқушының өзінің шығармашылық зерттеу жұмыстарын дайындауына, оны қорғауына атсалысып көмек көрсету. Интерактивті формалар. Бұл жерде міндетті түрде экологиялық ойындар, викториналар жүргізіледі. Рөлдік іскерлік ойындар. Мысалы, жаңағы экологиялық сот, экспедиция сипатты экологиялық ойын түрлері міндетті түрде өтеді. Өлкетану квесттері, маршруттар, кроссвордтар, QR ойындар ұйымдастырылады үйірмеде. Шығармашылық формаларға, негізгі жұмыстың түрлеріне туған өлке табиғатына арналған шығармашылық болғаннан кейін міндетті түрде сурет, шығарма, әңгіме байқаулары, бейнероликтер жасау, әлеуметтік плакаттар, үнпарақтар тарату. Бізде мектебімізде мысалы жыл сайын дәстүрге айналған мектебіңе гүл сыйла, ата-анаңмен бірлесіп тал отырғыз акциялары жүреді. Біз бұл акцияларды міндетті түрде үнпарақтар арқылы жаңағы ата-аналарға жіберіп отырамыз. Экологиялық тақырыпта постерлер, буклеттер жасау, жас эколог, жас өлкетанушы жобаларын қорғау жұмыстары осы шығармашылық формаларға негізделген. Енді жергілікті қауымдастықпен байланыс. Қазіргі кезде кейінгі жылдары бізде облыстық республикалық өнегелі өмір жобасы тәрбие бағыты бойынша жүріп жатыр. Осы бағытта мысалы өлкетанушылармен, экологтармен, жаңағы табиғатты қорғау мекемелерімен түрлі сұхбаттар жүргіземіз. Үлкен кісілермен табиғаттағы өзгерістер туралы сұхбаттар жүргізу, қариялардың табиғаттан бұрынғы жағдайлары туралы сұхбаттар алу, аңыздар мен наным сенімдер арқылы экологиялық түсініктікті зерттеу, туған өлкенің табиғи ерекшелік жайлы әңгімелер жазу. Бұл жаңағы жергілікті қауымдастықпен байланыс болады. Енді далалық және практикалық жұмыстар. Далалық және практикалық жұмыстарға міндетті түрде жаңағы сенбіліктер міндетті түрде кіреді. Мысалы, өзің оқыған мектептің ауласын тазарту, көгалдандыру акцияларына қатысу, экологиялық соқпақ жолын ұйымдастыру, бөлме өсімдіктерін күту, ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізу осы жаңағы далалық және практикалық жұмыстар түріне енеді. Аралас формалардың ең тиімді жұмыстың түрі бұл аралас формалар. Теория мен практиканы ұштастырамыз бұл жерде. Мысалы, бір өсімдікті зерттеу, гербарий жасау, экскурсияға шығу, жоба құрастыру, презентацияны қорғау. Бұлардың барлығы жаңағы біздің экологиялық өлкетану жұмыстарының негізгі түрлері. Осы бағдарламада негізге алынған. Енді үйірмеде осындай жұмыстар жүргізіліп отырады. Сондықтан біз осы әртүрлі жұмыс түрлеріне оқушыларды жеке-жеке бөліп, әрқайсысына жеке-жеке тапсырмалар беріп отырамыз. Әріптестер, енді сіздермен осы бағдарламамның аясында сауалнама сағатын жүргізгім келіп отыр. Қазір сіздердің алдарыңызда бірнеше сауалнама сұрақтары дайын тұр. Осы сауалнама сұрақтарына чатқа жаңағы өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып бөлісулеріңізді сұраймын. Бірінші сауалнама: мектептеріңізде экологиялық жобалар бар ма?
иә жоқ жасалып жатыр деп 3 нұсқасын беріп отырмын. Егер де мектептеріңізде экологиялық жобалар болса, міндетті түрде тақырыбын жазсаңыздар и жаңағы жауапты чатқа жіберулеріңізді сұраймын. Келесі келесі сауалнама сізге қоршаған ортаның жағдайы маңызды ма? Бұл жерде де 3 жауап тұр. Иә, жоқ, ойланбадым деген. Чатқа міндетті түрде қатысушы әріптестер жауап жазсаңыздар. Қазір кезде міндетті түрде бізге қоршаған ортаның жағдайы маңызды деп ойлаймын. Өйткені қазір экологиялық апаттар, табиғаттың өзгеруі баршамызға әсер етіп отыр. Сондықтан қоршаған ортаның жағдайы маңызды деймін. Я жоқ, ойланбадым деген жауаптардан өздеріңіздің жауаптарыңызды жазуларыңызды сұраймын. Келесі, қандай экологиялық мәселелер сіздің өңіріңізде өзекті? Ауаның ластануы, су ресурстарының тапшылығы, қоқыс пен қалдықтар. Қазіргі кезде барлық өңірлердің жаңағы экологиялық мәселелері қазіргі кезде көтеріліп тұр деп ойлаймын. Әр өңірде әртүрлі, бір өңірлерде мысалы су ресурстарының тапшылығы болуы мүмкін. Кейбір қалаларда ауаның ластануы жоғарғы пайыз көрсетуі мүмкін. Кейбір қалаларда мысалы қоқыс пен қалдықтар өте көп жинақталуы мүмкін. Сондықтан сіздердің ойларыңызды білгім келіп отыр. Сіздердің өңірлеріңізде қандай экологиялық мәселелер қазіргі кезде өзекті болып отыр? Келесі. Сіз қандай да бір экологиялық акцияларға қатыстыңыз ба? Қатыссаңыз тақырыбын жазып жіберсеңіз. Мысалы, қатыссаңыз қандай экологиялық акцияларға қатысыңдар? Бұл республикалық болуы мүмкін. Я болмаса облыстық, қалалық. Қазіргі кезде Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында әр өңірде жаңағы экологиялық акциялар жиі өткізіліп отыр. Соның қайсы акцияларға сіздер қатыстыңыздар? Қандай акциялар не болмаса сіздер ұйымдастырдыңыздар? Соны жазуларыңызды сұраймын. Мүмкін біреу жаңағы қатыспауы да мүмкін. Кейбіреулері ондай акцияларға қызықпаймын деп те айтуы мүмкін. Бірақ қазіргі кезде бұл акцияларға бәріміз міндетті түрде қатысамыз деп ойлаймын. Келесі сауал, сіз тұрмыстық қалдықтарды бөліп тастайсыз ба? Пластик, қағаз, әйнек және тағы басқалары. Бұл жерде де 3 нұсқа тұр. Иә жоқ, біздің аймақта мұндай мүмкіндік жоқ. Әріптестер, егер де бақылап жан-жақтарыңызға қарап жүрсеңіздер, қазіргі кезде аялдамалардың маңайында әртүрлі қоқыс салатын жәшіктер орнатылған. Мысалы, біздің Балқаш қаласында міндетті түрде қоқыс салатын әртүрлі жәшіктер орнатылған. Біреуіне жаңағы күнделікті пайдаланатын пластик бөтелкелерді, қағаз, әйнек қалдықтарын, қағаз қораптарын бөлек-бөлек тастау іске асырылып жатыр. Осындай сіздердің аймақтарыңызда қоқыс жәшіктері бар ма? Бұл қалдықтарды сұрыптауға, қайтадан өңдеп шығаруға өте тиімді әдіс. Сондықтан қазіргі кезде барлық жерлерде бұндай мүмкіндік бар деп ойлаймын. Келесі сауалнама, экологиялық білім сіз үшін қаншалықты маңызды? Экологиялық сауаттылық, экологиялық мәдениет деп айтып жатырмыз, сол сіз үшін қаншалықты маңызды? Өте маңызды, онша емес, маңызды емес. Әрине біз жас ұрпақты экологиялық мәдени сауатты болуын қалаймыз. Өйткені біздің
айналамыздағы өмір сүріп атқан ауаның ластануы, табиғатты сақтауымыз өте маңызды болып тұр. Қазір бұл дүние жүзі бойынша экологиялық сауаттылық барлығымызға қажет деп ойлаймын. Рахмет әріптестер, өз ойларыңызбен бөліскендеріңіз үшін. Енді бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Үйірме қызметіне біріктіруге болатын экологиялық өлкетану бағыты бойынша зерттеу түрлерімен таныстырып өтемін. Яғни бізде үйірме жұмысында біріктіруге болатын экологиялық өлкетану бағытындағы зерттеу түрлері оқушылардың табиғатқа деген қызығушылығын арттырып, зерттеу дағдысын дамытады. Мұндай жұмыстар танымдық әрі тәрбиелік мәнге ие. Енді сіздерді экранға қарап отырсаңыздар, сол бағыттағы негізгі зерттеу түрлері мен идеялары берілген. Бірінші, экологиялық зерттеулер. Бұл зерттеулер қоршаған ортаның жағдайын, экологияның ауасын, суын, топырағын, өсімдігін зерттейді. Және оның сапасына әсер ететін факторларды анықтайды. Биологиялық зерттеулер. Туған өлкенің флорасы мен фаунасын зерттеу, сондай-ақ олардың қоршаған ортаға ықпалын анықтау. Бұл биологиялық зерттеулер бойынша. Енді географиялық зерттеулер. Аймақтың жаңағы табиғатын, су көздерін, табиғи ресурстарын және міндетті түрде климаттық жағдайын зерттейді. Бағдарламаның басында мен сіздерге айтып өткенмін, негізгі түрлерінде осы климаттық жағдайларды анықтау үшін біз бақылау күнделіктерін жүргіземіз деп. Яғни климаттың ауысуына байланысты және жылдың 4 мезгіліне байланысты біз бақылау күнделіктерін жүргіземіз. Мысалы, биылғы жылы қыс қанша жаңағы градусқа дейін аяз болды, я болмаса жаз айлары қанша градусқа дейін ыстық болды. Келесі жылы сол бақылау күнделіктерін бір-бірімен салыстырып отырамыз. Енді ландшафттық зерттеулер. Адам әрекеті мен табиғи факторлар әсерінен ландшафттардың өзгеруін зерттеу. Тарихи өлкетану зерттеулері. Аймақтың тарихи экологиялық құндылығы адамның табиғатқа тарихи тұрғыда әсер етуін зерттейді. Әлеуметтік экологиялық зерттеулер. Бұл жергілікті тұрғындардың экологиялық мәселелерге деген қатынасы, яғни кез келген адамзаттың өзі тұрып жатқан жеріне, жаңағы экологиялық мәселелеріне қатынасы, яғни соған қарауы. Білім мен экологиялық процестерге араласуын бағалау. Яғни әрбір Қазақстан азаматы, біз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін осы экологиялық жаңа ахуалға дұрыс көзбен қарау, қаланың ластануы, я болмаса ағаштарды сындыру, табиғатқа кедергі жасау жағдайларынан аулақ болу. Егер де барлығымыз бірігіп осы істі атқаратын болсақ, онда біз жаңағы өзіміз тұрып жатқан жердің экологиясын бір үмметте бағалауға қатыса аламыз деген сөз. Экологиялық жобалар. Жергілікті экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған экологиялық жобаларды әзірлеу. Бағдарламаның бастапқы кезінде де айттым, ғылыми жобалар, жаңағы жас өлкетанушылар жобасы, жас экологтар жобасы үйірмелерде жүргізіліп отырады. Осының барлығы экологиялық жобаларға жатады. Сонымен қатар биылғы жылғы менің өзімнің оқушым Келісім Бекнұр 10-шы сыныбынан облыстық ғылыми жобаларға тоқырау су көздері тақырыбында өзінің жаңағы экологиялық тақырыпта жобасын қорғады. Волонтерлік қызметке тарту. Табиғатты қорғау акцияларына, жасыл желектерді өсіру, аумақтарды тазарту, сирек кездесетін өсімдік, жануар түрлеріне сақтау бастамаларына қатысу. Бұл волонтерлік қызмет, еріктілердің қызметі. Яғни қазіргі кезде қарасаңыздар, бағдарламаның басында айтып өткендей, Таза Қазақстан экологиялық акциясына
бүткіл Қазақстан бойынша жерлерде жастар, студенттер шығып, өзен көлдерді, ауылдан тысқары жерлерді жаңағы тазарту жұмыстарымен айналысып жатыр. Бұны біз волонтерлық қызмет деп айта аламыз. Енді осы бағдарламаның аясында біз бағдарламаны жазғаннан кейін оны апробациялау міндетті түрде жүргіздік. Бұны апробациялау үшін біз Балқаш қаласы білім бөлімінің Ағыбай Батыр атындағы оқушылар сарайы, Әлімхан Ермеков атындағы нөмірі 17-ші мектеп лицейінің оқушылары арасында және өзіміздің зияткер мамандандырған мектеп лицейі оқушылары арасында жүргізіп апробациялау жұмыстарын жүргіздік. Бұл апробациялау жұмысын жүргізуде қандай жаңағы мақсаттар мен міндеттерді қойдық. Біз балалардың, бірінші оқушылардан біз тест түрінде жаңағы сұрақ-жауап сағаттарын алдық. Оқушылардың біз бос уақытында немен айналысатындығын анықтадық. Оқушылардың көбісі бізде жаңағы көп уақыттарын әлеуметтік желілерде өткізетіні анықталды. Яғни олар жаңағы әлі де болса да қоғамның қазіргі кезде өткізіліп жатқан әртүрлі іс-шарасына бейжай қарағандығы анықталып отыр. Бұл біз сондықтан да жастарды көбірек осындай әртүрлі акцияларға, қоғам өміріне тарту үшін осындай бағдарламалар өте қажет деп ойлаймын. Және жаңағы оқушылардан Қазақстандағы саяси ақпараттар сіздерді қаншалықты қызықтырады? Сіздер сондай ақпараттарды жиі естіп көріп отырасыздар ма деген сауалға 67% әрине көріп отырамыз деп жауап берді. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Сонымен қатар, елімізде қазіргі кезде кеңінен таралған мемлекеттік бағдарламалар мен жобалардың үштігі сол Таза Қазақстан, Жасыл клуб, Киелі мекен. Жаңағы Таза Қазақстан бағдарламасы аясында өтіп жатқан акциялар, осы жөнінде осындай акцияларға қатыстыңыздар ма, осындай үштік жобасы барын білесіздер ме дегенде, әрине Таза Қазақстан акциясына 45%, Жасыл клуб 42%, Киелі мекен 39% оқушыларымыз білеміз деп жауап берді. Яғни бұл да өте бізді жаңағы қуантарлық жағдай. Қалған пайыздағы оқушылар бұны жаңағы әлеуметтік желілер арқылы танып білетіндерін айтты. Енді осыдан біз оқушыларды жаңағы өздерінің қоршаған ортаны қорғауға, жоғарғы адамгершілік сезіммен жауапкершілікке тәрбиелеу, өзінің туған өлкесін сүюге, табиғи ортасын аялауға, туған өлкесіне жанашырлық сезіммен қарауға міндетті түрде шақырып, сол бағытта тәрбиелеуіміз қажет. Біз тек қана бұл жаңағы бағдарлама аясында үйірмедегі 15-20 баламен ғана жұмыс істемей, әрбір жаңағы мекемеге барып, осындай сауалнамалар жүргізіп, олармен етене жақын араласуымыз қажет деп ойлаймын. Біз жаңағы балалардың өзіне де сауалнама жібердік. Әрбір мектепке барғанда балаларға жаңағы қалдықтарды сұрыптап тастайсыз ба, ауланы ластамайсыз ба, күнделікті өміріңізде полиэтилен пакеттерін азырақ пайдалануға тырысасыз ба, өзіңіз ұдайы сенбіліктерге жаңағы таза бейсенбіге қатысуға қарсы емессіз ба деген сауалдар қойдық. Оған оқушылардың 70-80% қатысамын, жаңағы қоқысты сұрыптап тастаймын деген жауаптар алды. Бұл әрине қазіргі кезде оқушылардың экологиялық сауаттылықтары артып жатыр деген жаңағы шешімді айтуға болады. Енді сауалнамаға жаңағы жауап берген оқушылардың көбісі қазіргі біз тұрып жатқан қалада ауаның ластануына наразы екендігін білдірді. Яғни бізде жаңағы
балқаш кен байыту комбинаты болғандықтан бізде кішкене ауаның сапасы төмен екендігін оқушылар бізге айтып берді. Өйткені қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, ұялы телефондарда әртүрлі бағдарламалар орнатылған, сол бағдарламалар арқылы ауаның сапасында тексеріп отыру мүмкіндіктері бар. Енді құрметті әріптестер, осы бағдарламаны жазғандағы біздің мақсатымыз экология мен өлкетану үйірмесінің оқушылардың жан-жақты дамуына, туған жер табиғатын терең зерттеуге, сондай-ақ олардың экологиялық тепе-теңдікті, мәдени мұраны сақтау жөніндегі жауапкершілікті қалыптастыруға бағытталған. Үйірмеде өткен іс-шаралар міне сіздердің алдарыңызда тұр. Біз жылда өзіміздің оқушылармен бірге көздеріңіздің алдарыңызда тұр. Құстар біздің досымыз акциясы ұйымдастырылады. Міндетті түрде таза аула акциясы ұйымдастырылады. Одан кейін мектеп жылыжайы ғылыми жобасы іске асырылады. Мысалы, оқушылар өздері қыстың күндері ақпан айларында өздері өсімдіктер өсіріп, кейін наурыз, сәуір айларында сол өсірген өсімдіктерді сыртқа отырғызып, соны күту, баптау жұмыстармен жүргізіледі. Міне сіздер жаңағы өздеріңіз экраннан көріп отырсыздар. Ұдайы бізде жаңа айттым, Таза Қазақстан экологиялық бастамасы акциясы аясында таза бейсенбі акциясы жүреді. Өзіміздің тұрып оқып жатқан мектебіміздің ауласын тазарту, ата-аналармен бірлесіп тал отырғызу, үнпарақтар арқылы жаңа айттым ғой сіздерге, сол бойынша атқарылған іс-шаралар. Және сонымен қатар үлгілі сынып, бөлме өсімдіктерін өсіру, осы біздің жаңағы оқушыларымыздың үйірме жұмысында жүргізіп отырған жұмыстары. Бағдарлама экологиялық және өлкетану әдісін интеграциялауға ерекше назар аударылған бағдарламада. Бұл оқушыларға өз өңірінің табиғаты туралы білуге ғана емес, оның болашақ ұрпақтар үшін маңыздылығын терең түсінуге мүмкіндік береді. Үйірмеге зерттеу жұмыстары, жаңа айттым, экскурсиялық, далалық, шығармашылық жобалар сияқты жұмыстар жүргізіледі. Содан кейін жаңағындай далалық практикалықты мен өздеріңізге көрсетіп өттім. Жобаларды қорғау міндетті түрде бізде үйірмеде іске асырылады. Бағдарламаның негізгі аспектілерінің бірі оқушыларға қоршаған ортаға деген жауапкершілікті дамыту болып отыр. Үйірмедегі сабақтар оқушыларға табиғат туралы ғылыми білімді меңгеруге ғана емес, сонымен қатар жергілікті деңгейдегі экологиялық мәселелерге шешуге өз үлестерін қосуға деген сезімді дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарламаның маңызды жетістігі жаңағы оқушылардың нақты экологиялық практикалар мен жобаларға тарту. Бұл әрқайсымыз өз өңіріміздің экожүйесін жақсартуға үлес қосу керек екенін түсінуге ықпал етеді. Бұл тек экологиялық сауатты азаматтарды ғана емес, табиғатты қорғауға дайын, белсенді қоғам мүшелерін қалыптастыруға да ықпал етеді. Тек қана жаңағы экологиялық сауатты адамдар ғана жаңағы өзімізді отырған табиғатты, ауаны, қоғамды қорғау емес, барлықтарын жаңағы белсенді қоғам мүшелерін қалыптастыра аламыз деген сөз. Экология мен өлкетану үйірмесінің бағдарламасы тек білім құралы ғана емес, жас ұрпаққа экологиялық мәдениетті қалыптастыру жолындағы маңызды қадам болып табылады. Табиғат пен туған жерді қорғаушы белсенді азаматтар болуға көмектеседі. Сонымен қатар бұл бағдарлама мектеп тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларына, аға тәлімгерлерге, жаңағы мектептің өзін-өзі басқару ұйымына қажет деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, мен өз бағдарламамды сіздерге таныстырып өттім. Егер де пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, қабылдаймын. Сұрақтарыңыз болса, әріптестер. Егер сұрақтарыңыз болса, көріп отырмын, рахмет, чатқа жазып жатсыздар. Көп ақпарат алдық, бәрі түсінікті, рахмет деп. Енді
Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Өз тәжірибемді сіздермен бөліскеніме өте қуаныштымын. Егер де сіздерге менің бағдарламам қажет болып жатқан жағдайда маған хабарласуларыңызға болады. Сіздермен әрдайым осы бағдарламамды бөлісіп, ары қарай таратуға әзірмін. Рахмет, әріптестер. Қатысқандарыңызға уақыттарыңызды бөліп, сау болыңыздар.